Мен мына жерде отырмын, сіз неғылған жерге отырғызып қойғам деп ше? Жоқ, біз диванда отырмыз ғой. Диванда отырсаңыз да мен бір түрлі үзіп қалған сияқты. Я отырмын бір түрлі, ондай нәрсе жоқ па? Жоқ, ондай әр өзінің орны болады. Білмеймін, іштей жаман бір түрлі ұялып қалдым да. Ол енді сенің тектілігің ғой. Үлкен кісілердің алдында мен шамалы алға шығып кеткен жоқпын ба деп. Міне, әрбір әйел өзінің орнын білсе, өмір өзімен кете береді ғой. Сонда да ауыссақ болмай ма? Жоқ, бір түрлі сіз тыңдап отқан кезде өзімді бір түрлі сезініп отырмын. Менше сондай бір балаша нем бар, андай бір балалығым бар, баста байқамай қалам. Ол даналық қой. Рахмет. Рахмет. Сіз солай ойласаңыз, мен дана болуға тырысамын ғой. Өзіңді үлкен орынға емес, кіші орынға дайындап, үлкенге қызмет деген нәрсе осы ғой. Рахмет айналайын. Жаңа төртеу түгел болысының аяғында қызмет те бар да. Оның бір жағы бүйтіп айтады, бірінші кеңес, екінші пікір, үшінші жақсыны айтып, жаманнан тыю дейді да, төртінші қызмет дейді да. Адамның өсуіне осы төрт нәрсе керек дейді. Сонда қызмет керек да. Рахмет қызметіңіз ғой сіздің, машалла. Рахмет. Мен осы 39 жасында ма сіздермен таныстым өзі. Қазір 44-тен бір 5 жылдай болыпты, жаңа ойланып отырсам. Сол жасыма дейінгі жансая бір бөлектігінде алып ұшқан, жаңағы тоқтамай алды қарай жаңағы ештеңеге қарамай шаба беретін. Бірақ сіздермен танысқалы менің өмірім күрт өзгерді. Қазір ойлаймын, әрбір әрекетім ар жағында сіздермен танысқан күннен бергі менің ішкі ұғымдарымның ауысуы екен.